Hello friends, today we're going to talk about the main parts of a sentence. Бұл қазақ тіліндегі сөйлемнің негізгі мүшелері деп аталады. Мысалы, сөйлемнің тұрлаулы мүшелері және тұрлаусыз мүшелері. Бірінші, сөйлемнің тұрлаулы мүшелері бізде бастауыш пен баяндауыш. Бастауыш ағылшын тілінде the subject. Баяндауыш the predicate. Ал енді сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. The object, толықтауыш. The attribute, анықтауыш. The adverbial modifiers, пысықтауыш. The subject, бастауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Ол, who, кім, what, не деген сұрақтарға жауап береді. Және бастауыш қызметін зат есімдер мен есімдіктер атқарады. Сонымен қатар жалпы септікте тұрып заттанған басқа да сөз таптары, мысалы сын есім, сан есім, етістіктің есімше, тұйық етістік, герунди түрлері бастауыш қызметін атқарылады. Мысалы, мына мысалдарға қарайық. Абай is a great poet. Абай ұлы ақын. Who Абай? Абай бұл жерде subject болып тұр. Яғни subjectті субъект деп түсінсеңіздер де болады. Субъект адам, кім деген сұраққа жауап береді. Абай бұл жерде зат есім, себебі кісінің аты. Мысалы, келесі мысал. Love conquers all. Махаббат бәрін жеңеді. Не бәрін жеңеді? Love, махаббат. Бұл жерде абстрактілі зат есім. Camel is an animal. Түйе, жануар. Camel бұл жерде зат есім. The train is green. Не жасыл? Поезд жасыл. Time is a great healer. Уақыт зор емші. Не зор емші? Уақыт. This is a driver. Бұл жүргізуші. Who is a driver? This is. This бұл жерде сілтеп көрсетіп тұр, яғни кімге? Адамға көрсетіп тұр. This бұл жерде кім деген сұраққа жауап береді. We are workers. Біз жұмысшымыз. Кім жұмысшымыз? Біз. We. Бұл жерде we жіктеу есімдігі. It is a very good plan. Бұл өте жақсы жоспар. Яғни бұл жердегі it деген сөзіміз сілтеу есімдігі. Тура мынау сияқты. This пен it екеуі ұқсас. Енді мына жерде сан есім бастауышын қызметін атқарып тұр. 3 is a cardinal numeral. 3 есептік сан есім. Не есептік сан есім? 3. Бұл жерде 3 деген сан қанша емес, не деген сұраққа жауап беріп тұр. Яғни 3 заттанған есептік сан есім. 5 are present. 5-еуі қатысып отыр. 5 бұл да заттанған сан есім. The green is mine. Не менікі? Жасылы менікі. The green. The green бұл жерде заттанған сын есім. The elders went to their work. Үлкендері жұмысқа кетті. Elders деген қандай деген сұраққа жауап беретін еді, бірақ бұл жерде үлкендері, қайсы бірі, кімдер деген сұраққа жауап беріп, яғни заттанған сын есімге айналып кетті. Керісінше, сын есім зат есімнің қызметін атқарып тұр. The elders заттанған сын есім. To swim is pleasant. Шомылу жан рахаты. Бұл жерде to swim деген қазақ тіліндегі тұйық етістікке ұқсайды. Яғни етістіктің соңы умен аяқталуы. Шомылу не? To swim не? Жан рахаты. Swimming helps to be healthy. Жүзу денсаулыққа пайдалы. Денсаулыққа пайдалы не? Жүзу, swimming. Бұл жерде герундида, мына жерде етістіктің тұйықрайы, яғни инфинитив, екеуі де subject'тың қызметін атқарып тұр. Екеуі де не деген сұраққа жауап береді. Негізі герундидің қызметі қандай еді? Бұл етістіктің қызметін атқарады, немесе зат есімнің қызметін атқарады. Ал бұл жерде мысалы seeing is believing. Көрсең сенесің. Seeing бұл жерде герунди. Жақсы. Қазақ тілінде бастауыш құрамына қарай дара және күрделі болып келеді. Дара бастауыш деп бір ғана сөзден болған сөйлемнің мүшесін айтады. Мысалы, Рақима, кім? Бұған бірнеше рет ескерту жасады. Ал күрделі бастауышқа кемінде екі сөзден болған сөйлем мүшесі жатады. Көмір қазушылар. Кім?
көмір қазушылар ауылда бір жұмадай жатты. Рақима бір ғана сөзден тұрғандықтан бұл дара бастауыш, ал көмір қазушылар олар көп болғандықтан күрделі бастауыш.